үйге келе жатқандай телевизор тауып алдым. Мына жақтағы мыстын шешіп алған, петля магничивание орнында, плата орнында. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода біз мындай Samsung телевизорын бұзатын боламыз, ескі. Мен бұл телевизорды кеше үйге келе жатып тауып алған болатын. Бұл жерде енді бастысы мына киноскоптың артындағы медный катушканы шығарып алған екен, бірақ толық шашпаған. Бұл жерде ұсақ проводтар, трансформатор, кішкентай катушкалар және петля размагничивание. Ода да біраз мыс шығу керек. Не бар? Платасы бәрі орнында. Енді мен бұны бұзып бастайым. Мынау сыртқы корпусын бәрін бұзып болдым. Енді динамиктер шығарып аламын кез. Мына жерде тағы бір айта кететін. Питанияның проводында кесіп алыпты. Бірақ кішкене қалдырып кетіпті. Мына жағында бір динамик. Мына шетінде біреу бар. Қазір осы екі динамик шығарып алайын. Сосын қайтып қосыламын. Мына екі колонканы шығарып алдым. Бұл бізде қара темірге кетеді. Мына жерде аздаған латунь. Киноскоптың платалар. Платаны шығарып алайын. Кішкентай платаны. Мынау бізде разъемдар латунь болу керек. Кішкене сарғайып тұрған сияқты. Көметін боламыз. Мына жерде енді маған платаны шешіп алайын. Қазір қайтып қосыламыз, сосын шаң болып кетіпті. Платаны шығардым. Плата енді андай бөлініп кетіпті. Сынып мына жерде бір катушка. Мыс шаң болып тұр, тазалау керек. Және мұнда біреу катушка. Мұнда кішкентай катушка бар. Мұнда ең үлкен трансформатор. Осы жерде мұндай алюминий радиаторлар. Тағы не бар мұнда көрсететін. Мынаның ішінде кішкене мыстар болу керек. Бірақ енді көп емес, ұсақ мыстар. Мынада болу керек мыс. Бірақ енді бұны шығару біраз ұсақ әңгіме болады. Өйткені бұны өртеу керек. Бұған неше кішкене жағымсыздау иіс шығады. Сол тағы не мұнда. Қазір мұның бәрін толық проводқа бәрін бөліп алайын, сосын қайтып қосыламын. Біздің телевизор корпусынан толық айырылды. Киноскоп қана қалды. Мына жерде петля магничивание, размагничивание. Осын шығаратын боламыз. Мындай. Осындай провод бізде бұл. Мыс. Қазір артынан аршитын боламыз бұнда. Мына жерде лужонный ағартылған мыс мынау. Мұнда шығарып алу керек. Бұларды аршимыз.
Енді бізде қалғаны платадағы катушкалар шығарып алу керек. Шығарып алайын, қайтып қосылам. Осымен телевизор шашып болдым. О, проводтар өртеу керек бұларды. Өте жұқа. Және петля размагничиванияны шығарып, оның изоляциясын алдым. Бірақ өкінішке орай бұл бізде мыс емес, алюминий екен. Аппақ болып тұр. Және осынша катушка бізде. Бұларды да шығарып, орап, бәрін шешіп, қаншамыз бар екен көреміз. Мынандай кнопка. Кеңес көп қалды бізде. Бұның сыртында темір, және ішінде темірі бар. Енді бұны кейінірек шағатын болам, болмаса қазір мусорға тастай салатын шығарым, көрем. Сол бізде тағы не шықты мұнда? Бізде алюминнен осындай екі алюмин радиатор. Андай екі қара темір, динамик, және мұнан бәрі қара темір. Қара темір мұнан ішінде де бар. Плата, мынау мусор бізде. Платаны бәрін тастай салдым мусорға. Себебі бұл кейінірек шыққандықтан бұда ешқандай алтын ештеңе жоқ екен. Сол себепті оны мусорға тастай салдым. Енді мен қазір және мыналарды алып қалдым. Бұның ішінде мынандай мыс пластиналар бар. Оларды жинап кейіннен көбейген кезде шашып шығарып алуға болады. Мынандай мыс пластиналар. Соны осы енді мен мына катушкаларды босатып алайын, сосын қайтып қосылам. Бізде осындай 7 катушка шықты телевизордан. Мына домалақтар магнитный основа дейді. Магнит екен іштері. Осымен мен барлық катушкаларды ашып болдым. Қазір өлшеп көретін боламыз. Бізде осынша қара темір, осынша мыс шықты. Және өртейтін мыстар бар. Оларды ауылға барғандан кезде өртеймін. Мыстарды өлшеп көрейік. Намыстың сыртында оплеткасы бар екен. Бұны өртеу керек. Және үлкен трансформатордан мынандай медный пластина шықты. Мыс. Үлкен трансформатордық. 65 грамм. Және мынау бар. Шнурлары бар, өртенетін. Солардың бәрін қосқаны 100 граммдай шығып қалу керек. Өкінішке орай мынау алюмин болып шықты. Спағында жақсы болатын еді.
39 грамм алюминий. Ұсақ темірлер бізде 148 грамм болды. Және бұмен темір біткен жоқ, әлі кинескопты бұзған жоқпын. Оны кейінірек бұзатын болам. Бұл жерде бір 2 килограммдай қара темір болу керек. Және алюминді өлшеген жоқпын. Жаңа алюминиевый радиаторлар бар, және темір радиаторлар бар. Сонымен 2 килограмм, 2,5 килограммдай қара темір шығады бір телевизордан. Осымен видео аяқталды. Видеоны болса лайк басып, арнаға жазылып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.